Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі онлайн видеороликті түсіруге соткымен ноутбукты түсіргенше бірден ноутбуктан өзінен видео түсіріп жіберсе болады. Қазір мен көрсетемін. Ол үшін Google Chrome немесе Яндекс немесе айтор бір интернетке кіресіздер да Ice Cream Apps деген приложение жазасыздар. Содан кейін скачать етесіздер Ice Cream'ді. Мына мына жерге видеоның жаңағы загрузкасы түседі. Видео загрузкасы түсіп болғаннан кейін скачать screen recorder, яғни Ice Cream Apps деген бағдарлама бізде бірдей осы тікелей ноутбуктан түсіріп жіберсе болады. Ол міне мынандай программада тұрады. Ice Cream Screen Recorder. Және ол скриншот. Және скриншотты жасауға болады бірден экранға. Ice Cream Screen Recorder мынандай тарапта жұмыс істейді. Қазір өздеріңіз көріп отырғандай уақыт кетіп жатыр жазылудың. Және мына жақта веб-камера қолданса болады, дауысы және микрофон. Микрофон қолданған кезде ең бірінші дауыстың жазылып, жазылмай жатқаны мына микрофонның волнасы арқылы көрсеңіздер болады. Яғни қаттырақ сөйлеген сайын волна көбейеді. Және дауысы бұл бағана видеоның жазылған соң тыңдайтын дауысы. Видеоны жазып біткеннен кейін стоп дегенді бассаңыздар, өзі автоматически осы рабочий столға сохранить етеді. Яғни міне мыналар сияқты. Сол жерге өзіңіз видеоңызға атын жазсаңыз болады. Бірінші немесе соңы деген сияқты. Болмаса өзіңізге ұнайтын бір аттарды жазсаңыздар болады.